мына көп асық жинап қоймадым. Бара қазақтың ұлттық ойыны асық ойнатам ба дедім. Ай, жолда келе жатқан шығар. Асық па, түйетір кішкене. Ұзақ жолдан келе жатқасын олар. Келе ма немере? Там күтсек кетейін. Ай, балаларым, сіздер мына ұлттық асықты білесіздер ме? Ол ұлттық асық қайдан алынады білесіңдер ме балаларым? Ол төрт балдан алынады. Сиыр, жылқы, түйенің асықтары түйен болады. Ал қой мен ешкінің асықтары осындай болады. Мен сіздерге қой мен ешкінің асығынан жинап, асық жинап қойдым көп қой. Балаларым, асық ойнаймыз ба? Арталапай ойнаймыз ба? Жарайсыз ата, олай болса біз қанталапай ойынын ойнайық. Балаларым, жүріңдер қанекей. Асық ойнаймыз. Ойын алаңына барайық. Талапай, асығып түсті ағай. Ал, балалар, келеміз, сосын бір сызыққа жинаймыз. Жинаймыз, өзіміздің қолымызда жинаймыз. Қолымызда ұстап тұрамыз, балалар, қолдарымызда ұстап тұрамыз. Сәле, Әне сызыққа қазір мына жерге. шеңбер жасап тұрайықшы. Шеңбер жасап тұрайық. Өте тамаша. Жарайсыздар, келе ойындар. Ал енді балалар, ата, біздің балалар қанталапай ойынын қалай ойнайтынын білмеймін, сіз үйретіп бересіз ба? Балалар, қанталапай ойыны былай ойналады. Міне, бір сызыққа тіземіз, қолымыздағы асықтарды бір сызыққа тіземіз де, Бірінен оямыз. тіземізде бір асықты алып қаламыз қолымызда. Бір асықты қолымызда алып қаламыз. Қатарда тұрамыз, келе ойындар асықты қойып болғанда берген. Келе ол, кел. Ой, жарайсыздар, менің немерелерім күшті екен. Асық тізіп алады. Ой, жарайсыз ата, біз ауылға келіп, мына мерекемізде ауылға сізге келіп, қазақтың ұлттық ойындарын үйрендік. Рахмет сізге. Енді біз балабақшамызға барайық. Ой, сау болыңдар немерелерім, келіп тұрыңдар маған. Мен тағы да сіздерге көп ұлттық ойындар үйретемін. Жарай ма балалар? Жарайды, ата көп асық жинап қойыңыз онда. Жарайды.